Бәріңе сәлем. Бүгін мен сендерге «По соображениям совести» фильмі туралы айтамын. Фильм 2016 жылы шыққан. Видеоны көрмей жатып каналға подписаться етуді ұмытпа. Ал егер ұнаса лайк басып, колокольчикті басып қой. Сонда бірінші болып көре аласың. Бұл сен үшін аз ғана уақытты алуы мүмкін. Ал маған 100 000 подписчикке бастайтын жол. Дезмонд пен Хал жартастың шетінде бір-бірін қуалап ойнап жүреді. Көшеде кетіп бара жатқандар олардың Том достың балалары екенін танып, оларға әрі қарай ойнаңдар деп айқайлайды. Сол уақытта араққа тойып алған әкесі соғыста қаза тапқандарды мазар басында зиярат етіп жүреді. Том үйіне келгенде балаларының қырылып жатқанын көреді, бірақ әкесі оларды тоқтатпайды. Күтпеген жерден Дезмонд жерден кірпіш алып ағасының басынан ұрады. Ата-анасы Халды көтеріп үйіне кіргізеді. Әкесі Дезмондты жазалағысы келеді, бірақ анасы араша түсіп балаларына біреуді өлтіру Құдайдың алдындағы ең жаман нәрсе дейді. Дезмонд бауырын өлтіруге сәл-ақ қалған еді. Түнде олардың ата-аналары ұрысып жатады. Дауыстар қатты шыға бастағанда Дезмонд анасына келіп оны тыныштандырады. 15 жыл өтеді. Дезмонд аяғын қысып алған жігітке көмекке келеді. Сосын оны ауруханаға апаруға көмектеседі. Ауруханада ол әдемі медбике қызды байқайды. Ол медбикеге қан тапсырмақшы болады. Оған жақындағанда оның кітабынан есімін байқайды. Есімі Дороти екен. Келесі күні Дезмонд әдемі киімдерін киіп ауруханаға Доротиді көруге барады. Отбасына ол тамаша қызбен таныстым және жақында оған үйленемін дейді. Жолда ол көгілдір қауырсынды жұлып алады. Медбике оған 2 күн қатарынан қан тапсыруға болмайтынын айтады. Ал жігіт болса сол кезде оны ұнатып қалғанын мойындайды. Екеуі солай киноға барады. Дезмонд қызға ғана қарап отырады. Ол Доротидан вена мен артерияның айырмашылығын сұрайды. Қыз оған қалжыңдап, саған қыздармен сөйлесіп жаттығу керек деп жауап береді. Олар кинодан шығады. Дезмонд Доротидің ерінен сүйіп алады. Қызға да бұл ұнағандай болады. Түскі аста Хал әскери киіммен дастарханға отырады. Әкесі бірінші дүниежүзілік соғыстың ардагері. Ол қатты ашуланады. Томға соғыста өлген досы есіне түседі де баласын дастарханнан қуып жібереді. Таңертең Дороти қауырсынды көріп қуанады. Олар Дезмонд бала кезінде ойнаған жартасқа келеді. Жоғарда олар сүйіседі. Дезмонд қызына соғысқа санитар болып баратынын айтады. Қыз ашуланып кетіп қалады. Ол жігітінің сөз салуын күте алмаймын ба деп қорқады. Әрине ол келіседі. Дезмонд кетпес бұрын әкесіне келеді. Әкесі тағы да мазар басында жүр екен. Том баласына ойыңдағыдай емес шынайы сұмдық соғысты көресің дейді. Бірақ баласын бұл сөз қорқытпайды. Дороти жігітіне сыйлық ретінде Библия кітабының ішіне өз суретін салып жібереді. Жаттығу лагерінде капрал келем дегенге дейін Дезмонд басқа да келушілермен танысады. Капрал келіп оларды аттарымен атап сапқа тұрғызады. Сосын оларды сыртқа шығарып қалай арқанды дұрыс байлау керектігін үйрете бастайды. Сосын олар арнайы тапсырмалардан өтеді. Капрал солдаттарға қолдарына мылтық алуға бұйырады. Бірақ мылтықтың біреуі алынбай орнында тұр екен. Дезмонд капралға қолына қару ала алмайтынын айтады. Дезмондқа ант қабылдағанда күштеп ештеңе орындатпаймыз деп уәде берген еді. Сосын капрал оны капитанға ертіп әкеледі. Дезмонд діни себептерге байланысты қару ұстамайтынын түсіндіреді. Капитан оны психикалық тексеруге жібереді. Екеуі қалған жауынгерлерге оралып, оны жауынгерлер алдында мазақ етеді. Казармада Смит есімді жігіт Дезмондты мазақ қылып, оның бетінен ұрып, оны қорқақ деп атайды. Бірақ Дезмонд жауап қайтармайды. Психиатр Дезмондтың толықтай сау екенін капитанға жеткізеді. Әскерге келушілерді заңсыз қайтарып жіберуге болмайды. Енді капрал оның өмірін қиындатпақшы болып шешім қабылдайды. Сол үшін қалғандарына да тиіседі. Түнде казармадағылар Дезмондты теуіп тастайды. Таңертең капрал Дезмондтың жастығынан қанды көреді және беті де көгеріп кеткен. Ол жігітке үйіне қайтуды ұсынады, бірақ Дезмонд бас тартады. Онымен қоса Дезмонд өзін ұрғандарды да сатып бермейді. Бірнеше күннен кейін жауынгерлер демалыс алады. Алайда капитан Дезмондқа ату жаттығуын тапсырмайынша демалыс бермейтінін айтады. Солай ол демалысқа шыға алмай қалады. Онымен қоса бүгін оның Доротимен тойы еді. Ал ол болса қамауда жатыр. Дороти жігітіне бірдеңе болғанын түсінеді. Капитан Дезмондқа өз кінәсін мойындап үйіне қайтаруға шақырады. Бірақ жауынгер оған берілмейді. Камераға ақыры Доротиді кіргізеді. Дороти жігітіне үйіне қайтуын өтінеді, бірақ Дезмонд өзінің діни сенімін сатып кете алмайтын. Дороти жігіттің ата-анасына қоңырау шалып бәрін айтады. Том әскери киімін киіп генералмен сөйлесуге келеді. Олар жаттығу лагерінің басшысымен бірінші дүниежүзілік соғыста бірге болған екен. Сотта Дезмонд өзінің айыбын мойындамайды. Олар жауынгерді соттағысы келеді. Сол сәтте залға Дезмондтың әкесі келіп бір бет қағаз қалдырып кетеді. Хатта генерал оны ақтап, оны санитар ретінде қалуына рұқсат беру туралы жазылған. Солай Дезмондты демалысқа жібереді. Сосын ол Доротиге үйленеді. 1945 жылы мамырда Дезмондты оның бөлімшесімен бірге Окинаваға жеткізеді.
Олар онда көптеген жаралылар мен өлген жауынгерлерге кездеседі. Дезмондтың бөлімшесін қалған нөмірі 77-ші жаяу әскермен біріктіреді. Олар жапондардан қатты соққы алған екен. 77-ші бөлімшеде тек 2 санитар қалыпты. Олар Дезмондқа Қызыл Крестің шешіп тастауын ұсынады, себебі жаулар оларды бірінші кезекте өлтіреді. Жауынгерлерге Майада жотасына баруға нұсқау берілген, және сол жерді қорғау қажет. Бұл жер барлық жапондарды жеңуге болатын жер. Артиллерия жаяу әскер шабуылдамасы үшін ол жотаны атқылайды. Жауынгерлер жоғарыға көтеріліп, алға қарай бағыттайды. Күтпеген жерден жапондар оқ жаудырады. Көптеген жауынгерлер қаза болады. Дезмонд өзінің серіктесіне көмекке келеді. Дезмонд қорықпай жараланған адамды соғыстың алаңынан алып шығады. Әскер алдыға жылжи береді және ең қауіпті бункерді көреді. Ол жердің көзін жойып, олар бірінші жеңісіне жетеді. Жауынгерлер демалып жатқанда Дезмонд ұрыс алаңында жарақаттанған жауынгерлерге көмектесуге кетеді. Смитти онымен еріп барады. Окопта жатқан жауынгерлер қаза болған жауынгерлерді есіне алады. Қатты шаршаған Смитти мен Дезмонд окопта қалып, Дезмонд әкесі анасына қол көтерген үшін оны өлтіруге сәл қалғанын айтады. Ал Смитти болса 5 жасында балалар үйіне жіберілгенімен бөліседі. Таңертең жапондар күтпеген жерден шабуылға шығады. Оларды санау мүмкін емес, жігіттерге шегінуге тура келеді. Капрал олар тұрған жерге артиллерияның соққысы қанша уақытта болатынын сұрайды. Смитти қатты жарақат алады. Дезмонд оны көтеріп өздерінің тұрағына қарай бағыттайды. Бірақ Смитти жолда көп қан жоғалтып қаза табады. Жота оқтың астында қалады. Жауынгерлер арқан-арқал төмен түсе бастайды. Тек Дезмонд қана досының өліміне қарап қайғырып тұрып қалады. Дезмонд өзінің бұл жерде не істеп жүргенін түсінбейді. Сол сәтте біреу айқайлап көмекке шақырады. Дезмонд жауға қарсы жүгіріп тірі қалған жауынгерді тауып, оны жотаның шетіне келеді. Дезмонд арқанның бір ұшын талға байлап, екіншісін жарақаттанған жауынгерлерге байлап, оны төменге алып түседі. Дезмонд солай одан кейін тағы да басқа жауынгерлерді құтқарады. Бөлімшеде капитан әскер жібертуін сұрайды. Бірақ олар тек бір күннен кейін ғана жетеді екен. Дезмонд жаудың жақындағанына қарамастан жаралыларды құтқаруды жалғастыра береді. Ол аралап жүрген жау әскерлері кеткен соң бір шұңқырға түсіп жарақаттанған жапон сарбазының қанын тоқтатуға көмектеседі. Түн болады. Дезмонд сонда да аман қалғандарды іздеп жүреді және оларды төменге түсіреді. Дезмондтың қолы қанға малынып қалған, бірақ бұл оны тоқтатпайды. Таңертең ол капралды және бөлімшедегі 1-2 жауынгерді тауып алады. Дезмонд жауынгерлерді құтқарып капралға қайтып оралады. Бірақ оны жаудың снайпері өлтіре жаздайды. Қуанышқа орай капрал снайперді атып өлтіреді. Дезмонд артынан атып жатса да капралды құтқарып үлгереді. Ол оны арқанмен түсіреді. Одан кейін тағы бір жауынгерді алып, өзі де төменге арқанмен секіреді. Төмендегі жауынгерлер бұларды қуып келе жатқан жау әскерін атып тастайды. Жауынгерлер таң қалып Дезмондқа қарап тұрады. Капитан одан кешірім сұрайды. Капитан оған ертеңгі соғысқа жауынгерлермен бірге баруын өтінеді, себебі жауынгерлер олсыз барғысы келмейді. Дезмондтың құдайдан тілеуімен жауынгерлер қорықпай соғысқа аттанады. Жапондар беріліп жатқандай болады. Бірақ олар алдап граната лақтырады. Дезмонд олардың біреуін кері лақтырып, ал екіншісін теуіп үлгереді. Бірақ бұл үстінен қатты жарақат алады. Сарбаздар оны көтеріп алып жотаның шетіне келеді. Сол уақытта жапон генералы өз-өзіне қол жұмсайды. Фильмнің соңында Дезмондтың шынайы өмірде марапат алып жатқанын көрсетеді. Ол 75 адамды құтқарып қалған. Достар, осы секілді қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесіде кездескенше. Достар, мен жаңадан екінші канал аштым. Ол каналда логикалық сұрақтар, қызықты жұмбақтар болады. Сол каналдың сілтемесін комментарийге қалдырамын. Тез кіріп, тіркеліп, лайк басып кетіңіз.